Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? 15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасының ұйымдастыруымен ұлағатты отбасы елдің тірегі атты ақпарат сағатын ұсынады. Отан отбасынан басталады, ал сол шаңырақтың берік болуы отбасылық құндылықтарға, тәлім-тәрбиеге байланысты. Берік отбасы қоғамның тірегі. Отбасы адам баласының өсіп-өнер алтын ұясы. Тәрбиенің түп тамыры отбасынан басталады. Адамды танудың жолы ол өмір сүрген отбасы. Бақытты отбасын құру отағасы мен отанасына байланысты. Ол үшін бұл екі тұлғаның болмысы бүтін болуы қажет. Екеуі де иманды, қайырымды, адал, парасатты болуы қажет. Сонда ғана бұл отбасынан адами қасиеттері мол ұрпақ тәрбиеленері сөзсіз. Тәрбиесі мол бала ғана тереңге тамырын жаяды. Отбасы отанымыздың отауы, сондықтан әрбір отбасы бала тәрбиесіне аса мән берген жөн. Өнегелі отбасы елдің ертеңі. Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз деген ұлағатты сөздің байыбына барсақ, бүкіл бір елдің болашағын бағымдауға болады. Баланың алғаш тәрбие алатын орны ол отбасы. Отбасы береке бірлігі, тәлім тәрбиесі қалыптасқан қағидасы мен асыл қасиеттер арқылы өзгеге өнеге болар шағын мемлекет. Отбасы отанның әрбір мүшесін дүниеге әкеліп, қанатын қатайтып, қатарға қосатын маңызды ұя. Данышпанның да, ғалымның да ең алғашқы тәлімі мен тәрбиесі осы үйде қаланған. Жанұяның бақыты әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы. Өйткені ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегендей, бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Әке отбасының асыраушысы, қамқоршысы, тірегі болса, ана отбасының ұйытқысы, жылуы, алтын қазығы. Еліміздің ертеңі ұлт тізгінін ұстар жастарымыздың тәрбиесіне біздің де, сіздің де аса мән бергеніміз жөн. Ұрпақ тәрбиесі ұлағатты болу үшін отбасындағы ата-ана тәрбиесі аса маңызды. Бала тәрбиесіне салғырт қарамауымыз қажет. Ата-ана отбасының сәулетшісі. Болашақ ұрпақты тәрбиелегенде оларға жасайтын имандылық пен сауаттылық қасиеттерді сіңіріп, жақсы тәлім-тәрбие берілсе, сонда ғана рухы дамыған, отанның гүлденуіне өз үлесін қоса алатын азаматтар көбейе түседі. Сондықтан балаға дұрыс тәрбие беру қоғамның болашақ дамуының кепілі. Соңғы жылдары елімізде отбасы тәрбиесі, құндылықтары мәселесіне мемлекеттік деңгейде көп көңіл бөлінуде. Бұл қызметте Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның алатын орны ерекше. Комиссия бірнеше жылдан бері отбасы мүдделерін қорғау, әйелдердің елдің саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени өміріне қатысу үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында жұмыс істеп келеді. Отбасы адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің, мұралар мен салт дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасында бала алғаш рет өмір мен қоршаған ортамен танысып, мінез құлық нормаларын игереді. Отбасы баланың азамат болып өсуінің негізі. Алаш қайраткерлерінің бірі ақын Мағжан Жұмабаевтың тәрбиедегі мақсат баланы тәрбиешінің дәл өзінде етіп шығару емес, келешек өз заманына сай қылып шығару деген сөздеріне терең мән беруіміз керек. Нақтырақ айтсақ, отбасылық қатынастар заман талабына сай ұдайы зерттеуді, жіті сараптауды, бұқараның санасына отбасылық құндылықтарды сіңіру мен соның нәтижесінде тиісті мемлекеттік саясатты жүргізуді қажет етеді. Мәңгілік елдің іргесін берік, керегесін кең, шаңырағын биік ететін ұлттың басты құндылығы өрелі ұрпақ, ұлағатты отбасы екені ақиқат.